Қайырлы күн достар. Ең алдымен жаңа сөздерді үйренуден бастайық. 好，我们来看一下第一个词生病。生病екеуінде де ng болып аяқталып тұр. Сол үшін қазақ тіліндегі ың сияқты оқимыз. Аң дегендегі ың. 生病. 生病. 生病дегеніміз бұл ауырып қалу. Иә, мысалы тұмау болып қалсаңыз, басқа да ауруларды айтатын кезде именно 生病деп айтамыз, ауырып қалды деп. Мына жерде бір диалогтан үзінді қылып қойдым. Арман 为什么没有来? Арман 为什么没有来? Арман неге келмеді дейді. Яғни бұл іс-әрекет уже өткен шақта болып кеткеннен кейін 没有деген сөзді қолданады. 不来деп айтпай, 没有来дейді. Арман неге келген жоқ деген сияқты ғой. Одан кейін келесі адам айтады, 他生病了, 他生病了, ол ауырып қалды. Неге осындай кезде қолдануға болады. Ол ауырып қалды. 他生病了. 好，我们来看一下第二个词美。美дегеніміз бұл әрқайсысы деген сөз. Бірақ бұл сөз жеке жүрмейді, одан кейін өзінен кейін міндетті түрде мынандай счетный сөз болады. Мысалы, 每个人әрқайсымыз, яғни әр адам. 每年әр жылы. Нен дегеніміз бұл жерде счетный сөз болып тұр. 每天күнде деген сөз, әр күні да. Күнде мысалы сіз не істейсіз? Сол іс-әрекеттеріңізді айтатын кезде 每天деген сөзді қолданамыз. Немесе әр аптада дейтін болсақ, 每个星期. Көріп тұрғандарыңыздай мына жерде әрқайсынан кейін, яғни 每 деген сөзден кейін счетный сөз келіп тұр, яғни бұл сөз жеке өзі жүрмейді. Мысалы, 我每天都去学校. 我每天都去学校. Мен күнде универге барамын, немесе мен күнде мектепке барамын деп түсінсек болады. 学校деген мектеп әрі универ болып аударыла береді. Және мына 每 мен 都 деген сөз жиі бір сөйлемде кездеседі. Мына жердегі 都 деген сөзді нақты түрде аудармаймыз. Бұл тек қана күнде деген сөзбен бірге келіп тұрған үшін солай аудармасы да күнде болып кетеді. 我每天都去学校. Мен күнде универге барамын. 好，我们来看一下第三个词早上。早上. Мына жерде ешқандай тон жоқ, сол үшін бар акцентті мына жерге қоямыз. 早上. Мысалын көрейік. 早上好. 早上好, қайырлы таң деп айтқан кезде қолданамыз. 早上好. Бұл таңертең деген мағынаны білдіреді. 早上дегеніміз. Қайырлы таң деп айтатын болсақ, 早上好деп айтамыз. Келесі мысалы, 早上几点去学校? 早上几点去学校? Таңертең қаншада барасың оқуға? Универге немесе мектепке деп түсінсек болады. 几点дегеніміз сағат қаншада деген сөзде, таңертең қаншада барасың? 好，我们来看一下第四个词跑步。跑步. Мына жердегі 跑 деген сөзді жай ғана біздің қазақ тіліндегі пау деп оқымаймыз, кішкене хысы бар сияқты оқылады. 跑步. Пау дегеніміз бұл жүгіру. Мысалы, 我每天早上都出去跑步. 我每天早上, мен күнде таңертең, 都出去跑步. 都мен 每天деген, 每 дегеніміз жиі кездеседі. 每天немесе 每年деген кезде 都деген бірге жүреді. Жалпы 每 дегенмен 都бірге көп сөйлемде шығады, сол үшін доуды нақтырақ аудармаймыз. Яғни 我每天早上都, мен күнде азанда немесе мен күнде таңертең 出去跑步, шығып жүгіремін дейді. 出去дегеніміз бұл сыртқа шығу. 出 дегеніміз шығу да, үйден болсын кез келген бір жерден шығу. 出去дегеніміз шығу деген мағынаны білдіреді. 跑步дегеніміз жүгіру. Мен күнде сыртқа шығып жүгіремін деген мағына болып аударылады. Немесе 我每天早上都跑步деп айтсақ та болады. Мен күнде азында жүгіремін. Ол мысалы сіз үйде тренажерный неде инструментте де жүгіруіңіз мүмкін, сондықтан олай да қолдана беруге болады. 好，我们来看一下第五个词起床。起床. Мына жердегі х-ны естіртіп оқимыз. 起床. 起床дегеніміз бұл чи дегеніміз тұру, чуаң дегеніміз төсек, яғни төсектен тұру, ұйқыдан тұру деген мағынаны білдіреді. Мысалы, 你每天几点起床? Сен күнде қаншада тұрасың дейді. Күнде қаншада тұрасың, ұйқыдан қаншада тұрасың деп сұрап жатыр. 你每天几点起床?
好，我们来看一下课文。课文一，енді жаңа сөздерді қолданған текстті көрейік. 在运动场 课文аты, тақырыбы 在运动场. 运动дегеніміз біз алдыңғы сабақта өткен болатынбыз, бұл спорт деген сөз еді. 场дегеніміз бұл местаға байланысты қолданылады. Яғни 运动场дегеніміз спортивный орталықтарды айтсақ болады. Жүгіретін жерлер, жалпы футбол ойнайтын жер, осындай жердің барлығын 运动场деп айта берсе болады. Яғни адамдар ол жерде спортпен айналысады. Яғни сондай орталықта, сондай жерде болған жағдайы цай деп тұр. Местаға қатысты қолданып тұрған сөз цай дегеніміз. Ендеше диалогты бірге оқиық. 你很少生病，你很少生病，是不是喜欢运动？你很少生病，少дегеніміз өткен болатынбыз, бұл аз деген мағына білдіреді. Егер 很少生病дейтін болсақ, яғни сен өте аз ауырасың деп жатыр. Сен өте аз ауырасың, сен ауырып жатқаныңды көрмеппін деп айтатын кезде осыны қолдансақ болады. 你很少生病，是不是喜欢运动？ шыбушы дегеніміз бұл сұрақ қоятын кезде қолдансақ болады. Көбінесе шыбушы деп қолданатын кездер ол біз өзіміздің қоятын сұрағымыздың жауабын жартылай біліп тұрған кезде, жартылай күмәнданып тұрған кезде сол кезде қойсақ болады. Яғни сен көбінесе ауырмайсың, немесе сен өте аз ауырасың, спортты жақсы көресің ау дейме деп осылай сұраған сияқты ғой, шыбушы деген. Яғни біз почти что оның спортты жақсы көретін сияқты, сол үшін денсаулығы жақсы сияқты деп түсініп тұрмыз да, сол үшін шыбушы деген сөз қолданып тұрмыз. Шыбушы喜欢运动, спортты жақсы көресің ау деймін деп сұрап жатыр. Одан кейін айтады, 是啊，我每天早上都要出去跑步. 是啊дейді, яда деп жатыр. Я, әрине дегенде мағына білдіреді. Мына жердегі а дегеніміз бұл біздің эмоциямызды білдіретін көмекші сөз деп айтсақ болады. Әрине, яда деп осылай айтқан кезде, 是啊деп айтады қытайлар. 我每天早上都要出去跑步. Мен күнде таңертең сыртқа шығып жүгіремін деп жатыр. Яғни бұл күнде болатын іс-әрекет, және біз бұл іс-әрекетті қалаймыз, сол үшін яу деген сөз қолданып тұр мына жерде. Яғни мен күнде сыртқа шығып жүгіремін. 我每天早上都要出去跑步. Одан кейін сұрап жатыр. 你每天几点起床? 你每天几点起床? Сен күнде қаншада тұрасың ұйқыдан? 我每天6点起床. 我每天6点起床. Мен күнде таңертең 6-да тұрамын дейді. Яғни 6-да ұйқыдан тұрамын. Енді осы сабаққа қатысты юйфа, осы сабаққа қатысты грамматикаға тоқталып өтейік. Шыбушы деген сөз, яғни жаңа айттым, яғни біз қоятын сұрағымызға сенімді болып тұрмыз. Жауабына бірақ сәл-сәл күмән болған кезде шыбушы деп сұрасақ болады. Мысалы, 你很少生病，是不是喜欢运动? Сен жиі ауырмайсың, өте аз ауырасың, спортты жақсы көресің ау дейме деген сияқты. Немесе келесі мысалы, 是不是爸爸明天会来? 是不是爸爸明天会来? Папа ертең келеді, деп сұрап жатыр. Яғни почти біліп тұрсың, бірақ тағы да уверенный болу үшін ертең келетіне папаны сұрап жатыр. 是不是爸爸明天会来? 是不是爸爸明天会来? Және бұл шыбушы деген сөз сөйлемнің бас жағында да келе береді, мынандай болып, ортасында да келе береді, және аяғында да келе береді. 你每天都跑步是不是? 你每天都跑步. Сен күнде жүгіресің, деп сұрап тұрсың да. 你每天都跑步是不是? 我们星期一去北京是不是? Біз понедельник Пекинге барамыз, Понедельник Пекинге барамыз ғой, деп осылай сұрап жатқан сияқты ғой. 我们星期一去北京是不是? Енді келесі, 我们来看一下下一个语法. Келесі грамматикаға қатысты сөзді көрейік. Мэй деген сөз, яғни мэй деген сөзден кейін міндетті түрде счетный сөз жүреді дедік, Ендеше мысалын көрейік. 我们每年都出去我们每年都去中国旅行. Біз мейнен әр жылы деп атыр. Өйткені мей дегеніміз әр деген мағына білдіреді. Біз әр жыл сайын Қытайға саяхаттауға, қыдыруға барып тұрамыз деп жатыр. 你每个星期六都工作吗? 你每个星期六都工作吗? 每个星期六дегеніміз суббота,
сен әр суббота сайын жұмыс істейсің ба деп жатыр. Өйткені Қытайда обычно суббота воскресенье демалады ғой, тек 5 күн ғана жұмыс істейді, сол үшін осындай сұрақ болып болуы мүмкін. Немеге сен яғни сен әр суббота сайын жұмыс істейсің ба? 我每天6点起床. Мен күнде 6-да тұрамын. Мына жердегі мәй деген сөздің барлығынан кейін счетный сөз келіп тұр. Г, тен, нен дегеннің барлығы бұлар счетный сөздер. 好，我们来看一下下一个生词 келесі жаңа сөздерді көрейік. 第一个词药дегеніміз бұл дәрі. Біз басымыз ауырған кезде, өзімізді жайсыз сезінген кезде қолданатын дәрі, соны яу деп айтады. Мысалын көрейік. 你吃药了吗? Сен дәрі іштің ба? Біз қазақ тілінде дәріні іштің ба деп айтатын болсақ, қытайларда жедің ба деп айтылады. Егер дословно аударатын болсақ, мынау чы деген сөз жеу деген мағына білдіреді. Бірақ қытай тілінде не хы яулыма деп айтпайды, чы яулыма деп айтады. Не чы яулыма, сен дәрі іштің ба? 我想吃点药, мен дәрі ішіп алайын деп айтады бізде. Мен дәрі ішіп алғым келіп тұр, мысалы сіздің басыңыз ауырып тұр ғой, дәрі ішіп алғым келіп тұр деп айтасыз ғой. Сол кезде 我想吃点药деп айтсақ болады. Бұл жердегі дәрі дегеніміз бұл дәрінің мөлшеріне қатысты айтсақ болады, яғни дәрі ішіп алайын. 我想吃点药. 好，我们来看一下第二个词身体дегеніміз бұл денсаулық. Мысалы, 你身体怎么样? Сенің денсаулығың 怎么样дегеніміз бұл қалай аударылатын еді? Қалай деп аударылатын еді? Сенің денсаулығың қалай? 你身体怎么样? 他最近身体不好. 最近дегеніміз соңғы кездері,他最近身体不好дегеніміз ол соңғы кездері денсаулығы нашар, денсаулығы жақсы емес деп түсінсек болады. 他最近身体不好, яғни хау дегеніміз денсаулығымыз жақсы деп айтатын кезде қолдансақ болады. 不好денсаулығы нашар, денсаулығы жаман деп айтсақ болады. 第三个词出院дегеніміз бұл бір жерден шығу еді. 院дегеніміз бұл үйенді үйен, больница дегендегі үйен ғой. 出院дегеніміз сонда больницадан шығу деген сөз. Мысалы, 我什么时候能出院? 什么时候дегеніміз бұл қашан деген сөз еді. 出院дегеніміз больницадан шығу. Яғни мен қашан больницадан шыға аламын? Ның деген, аламын деген рөлді ойнап тұр осы жерде. Өйткені сіз өзіңіз шыға алмайсыз, сізге біреу рұқсат беру керек. 我什么时候能出院? Мен қашан больницадан шыға аламын? 好，我们来看一下课文2。在医院, больницада болған жағдай. 在医院, больницада деп тұр. 好，我们一起看一下。吃药了吗? 现在身体怎么样? 吃药了吗? Дәрі ішіп алдыңыз ба деп жатыр. 现在身体怎么样? Қазір денсаулығыңыз қалай? 吃了, 现在好多了. 吃了, яғни дәрі ішіп алдым деп жатыр. 吃了. 现在好多了, қазір жақсы болып қалдым деп жатыр. Хау дегеннен кейін то деген сөз келген кезде, яғни жақсырақ болып қалдым, салыстырмалы бір сондай сөзге келіп қалады да, рақырет деген сияқты. 现在好多了, қазір жақсы болып қалдым, яғни алдыңға қарағанда жақсы болып қалдым деген сияқты мағынада айтылып тұр. 好多了деп айтамыз осыны. 现在好了емес, 现在好多了, жақсырақ болып қалдым, жақсы болып қалдым. 什么时候能出院? 什么时候能出院? Яғни пациент сұрап жатыр, мен қашан больницадан шыға аламын деп. Одан кейін айтады. 医生说下个星期. 医生说下个星期. 医生деген бұл врач деген сөз еді. Яғни врач айтты келесі аптада деп. Врач келесі аптада шыға аласыз деп айтты деген мағынаны білдіріп тұр.